Hello! Сіздермен бірге Диана, ағылшын тілі сабағы, бастапқы деңгей 15-ші сабақ. Бүгінгі сабақ тақырыбы there is, there are. Яғни қазақ тіліндегі баламасы бұл жерде бар, бұл жерде орналасқан. Мысалы, it is a cat. Бұл мысық, ал there is a cat десеңіз, бұл жерде мысық бар деген мағынаны білдіреді. There is біз зат есімнің жекеше түрімен, сонымен қоса саналмайтын зат есімдермен қолданамыз. Мысалы, milk, water, sugar, ал there are зат есімнің көпше түрімен қолданамыз. Және де сөйлем құрағанда there is сөйлемнің басында болады, кейін зат есім, кейін мекен пысықтауышы. Және де сіз оны бар етістігімен шатастырмаңыз, яғни бар етістігі бізде have, yeah? I have a brother, менің ағам бар. Ал егер сіз мысалы in Алматы, we have a mega, Алматыда бізде мега бар десеңіз, онда мега сіздің жеке меншігіңіз сияқты болып көрінеді. Сондықтан in Алматы there is a mega деп айтқаныңыз дұрыс. Енді бірнеше мысал қарастырайық. There is milk in the fridge. Тоңазытқышта сүт бар. There is a book on the table. Үстелдің үстінде кітап бар. Ал егер сіз үстелдің үстінде екі кітап бар десеңіз, онда there are қолданасыз. There are two books on the table. There is a cat in my room. Менің бөлмемде мысық бар. There are 5 students in the classroom. Сыныпта 5 студент бар. There is a student in the classroom. Сыныпта бір ғана студент бар. There is a dog. Бұл жерде ит бар. Мысалы, there is a bus in the street. Көшеде автобус бар. There are buses in the street. Көшеде автобустар бар. Және де осындай сөйлемдерді сіз сөйлемнің соңынан бастап аударғаныңыз жөн. Мысалы, there is a bus in the street. Және де in the street көшеде. Және де bus автобус. There is немесе there are бар немесе орналасқан деп аударуыңызға болады. Көшеде бір автобус бар, немесе көшеде автобустар бар. There are a lot of trees in the garden. A lot of дегеніміз көп деген мағынаны білдіреді. Бау-бақшада көп ағаштар бар. Және де some сөзі, яғни оның қазақ тіліндегі баламасы бірнеше деген мағынаны білдіреді. Демек, сіз there is some milk in the fridge, және де there is milk in the fridge деп айтуыңызға болады. Бірақ ағылшындар көбінесе some сөзін, яғни бірнеше сүт бар деп қолданады. Және де сіз some сөзін саналатын зат есіммен, сонымен қоса саналмайтын зат есіммен де қолдана аласыз. Мысалы, there are some apples in the fridge. Тоңазытқышта бірнеше алма бар. There are some lemons in the fridge. Тоңазытқышта бірнеше лимон бар. There is кешіріңіздер, there are some books on the floor. Полда бірнеше кітаптар бар. Сондықтан самды сіз саналатын зат есіммен, сонымен қоса саналмайтын зат есіммен де қолдана аласыз. Ал енді біз any сөзін өтейік. Any сөзі біз оны көбінесе болымсыз сөйлемдерде қолданамыз. Мысалы, тоңазытқышта ешқандай сүт жоқ. Және any'дің мағынасы ешқандай. Сіз мысалы there is not milk in the fridge, яғни there isn't milk in the fridge, немесе there isn't any milk in the fridge, яғни any сіз ешқандай мүлде жоқ деген сияқты мағынада қолданасыз. Мысалы, there aren't any lemons in the fridge. Тоңазытқышта ешқандай лимон жоқ. There isn't any table in my room. Менің бөлмемде ешқандай үстел жоқ. There aren't any students in the classroom. Сыныпта ешқандай оқушы, ешқандай студент жоқ. Сонда сіз there aren't students in the classroom дегеннен көрі there aren't any деп қолданғаныңыз жөн болады. Яғни болымсыз сөйлемдерге any сөзін қосасыз. Яғни ешқандай деген мағынаны білдіреді. Ал егер сіз сұрақ қойғанда бар болғаны is немесе a сөйлемнің басына шығады. Мысалы, there is a table in my room. Және сұрақ қойғанда is there a table in my room. Және де бұл жерде сіз any көмекші сөзін қолдана аласыз. Is there any table in my room? Менің бөлмемде үстел бар ма? Бірақ аударғанда is there a table in my room және де is there any table in my room аудармасы бірдей. Бірақ сіз any сөзін қолданғаныңыз жөн. Яғни сізге кішкене қиын болуы мүмкін, неге мен any'ді қолдануым керек деп. Және де олай ағылшындар солай any сөзі арқылы сөйлемге белгілі бір акцент береді. Яғни any ешқандай және де
мысалы сіз сөйлем қойғанда сенде бірде бір үстел бар ма деген сияқты мағынада. Is there any book on the table? Үстелдің үстінде бірде бір кітап бар ма? Және де сіз жауап бергенде yes there is, я бар, немесе no there isn't, жоқ деп жауап бере аласыз. Is there any milk in the fridge? Тоңазытқышта сүт бар ма? Are there any lemons in the fridge? Тоңазытқышта лимон бар ма? There isn't any money in the wallet. Яғни wallet кошелек деген мағынаны білдіреді. Кошелекта ешқандай ақша жоқ. Ал енді бәрін қорытындылап жіберейік. Демек, there is-ді біз саналмайтын зат есіммен, сонымен қоса зат есімнің жекеше формасымен, ал there-ны зат есімнің көпше формасымен қолданамыз. Және де сіз сөйлем құрастырғанда бірінші there is, there are, кейін зат есім, кейін мекен пысықтаушы. Және де сіз there is, there are мен сөйлемді аударғанда, сөйлемді ең соңынан бастап аударғаныңыз дұрыс. Ал енді әдеттегідей тест жұмысын орындайық. Сыныпта бір үстел бар. Демек, жекеше түрде тұр. There is a table in a classroom. Бау-бақшада көп ағаш бар. There are a lot of trees in the garden. Және сұрақ, менің бөлмемде үстел бар ма? Is there a table in my room? Сыныпта ешқандай студент жоқ. There aren't any students in the class. Және де көшеде бір автобус. There is a bus in the street. Достар, бүгінге осы. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда өте көп қызықты видеолар болады. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай!